Қазақша концерт бағдарламасы бұл ерекше бағдарламалардың бірі, бұл шоу бағдарлама. Концертте Қазақстан эстрада жұлдыздары қатысады, өнер майталмандары және көптеген әзіл-сықақ театрлары қатысады. Үйде бала-шағамен көретін концерттердің бірі. Кеше әйеліміз екеуміз саябақта қыдырып жүргенбіз ғой. Алдымнан 3-4 дәу жігіт шықты. Әйелімнің сумкасын алып қашса бола ма? Оның алдында өзім қашайын деп отқаным ғой. О, жақсы болды, олардың қашып кеткен. Әйтпесе ұят қой, әйелім көзінше мама деп таяқ жеп отырсың. Егер де концертті 5 деген бағамен рейтингін жасайтын болсақ, өзім 4,5-4 деп беруге болады. Әлде жұмыс алда деп отқаным ғой. Өте көптеген жоспарларымыз бар. Қазақша концертті ары қарай күшейтуге, егер жақсы демеушілер болса, қазақша концерт Пекинде, қазақша концерт Таиландта деген ойларымыз бар. Бүгінгі дейін әлі билет сатқан жоқпыз. Қазақша концерт бағдарламасының мақсаты қазақша әндер теледидарда көп болу керек деген өзіміздің кішігірім жоспарымыз бар. Жоспарымыз бойынша күзде жақсы концерт береміз, бірақ ол жерде міндетті түрде билет сатылады. Барлығы барып, немесе осы Алматыда жақсы табиғатта, далада деген сияқты жақсы ондай ойлар бар. Сіз $1 миллиард ақшаны тауып алсаңыз, не істер едіңіз? Мен $1 миллиард тауып алсам бар ғой, Нұрдәулет, мен жеке кәсіпкер болатын едім. Сонда досыңа кішкентай бір бұрышын бөліп беретін бе едің? Нұрдәулет, сен досымсың ғой, саған әрине берем. Қанша керек, қанша уақытқа? Қанша уақытта дегеніз?